Сабақтың тақырыбы гимнастика, акробатикалық элемент кешендері. Оқу мақсаты жалпы дене жаттығуларын өткізу және ағзаны қалыпқа келтіру жаттығуларының құрамын көрсету. Сабақ мақсаты қимыл қозғалыс мәдениеті қалыптасады, қауіпсіздік ережені сақтайды, негізгі физикалық қабілеттерді дамытады, көшбасшы рөлін атқарады. Бағалау критерийлері: қимыл қозғалыс комбинацияларының жиынтығын құрастырады, жаттығуды орындау барысында жетілдіру тұстарын анықтайды. Сабақтың барысы: ұйымдастыру кезеңі, сәлемдесу, сабақтың тақырыбы, оқу мақсаты, сабақ мақсаты, бағалау критерийлерімен слайд арқылы таныстырамын. Тақырып бойынша ресурстармен таныстыру. Акты төсеніш. Жалпы дамыту дене жаттығуларын жасау. Жаттығу жасау барысында қауіпсіздік ережесімен таныстыру. Жаттығу жасайтын орын жарық, ашық, кедергі жасайтын заттар болмау керек. Жекелей жұмыс. Алдымен оқушыларға орындалу әдіс тәсілдерін көрсету және түсіндіріп айту. Қауіпсіздік ережесі. Жекелей жұмыс жасағанда қауіпсіздік ережесін естен шығармауымыз керек. Дайындық бөлім. Мұғалім: жалпы дамыту дене жаттығуларын жасау. Жаттығу жасау барысында қауіпсіздік ережесін ескертіп өту. Жаттығу жасайтын орын жарық, ашық, кедергі жасайтын заттар болмау керек. Мұғалім мен оқушының іс-әрекетін бейнетаспа арқылы көрсетеді.
Жүрелеп отыру, екі қолды алдыға қою. Екінші, дене салмағын екі қолға түсіріп, екі аяқты дүзеу. Үшінші, аяқтармен итеріліп, басы алдыға ию, қолдарды бүгу. Төртінші, қолымызды шынтақтап бүгіп тіреліп, аяғымызды дүзеулеп, ұшына қарай тарту. Бесінші, қолымызбен сәл тізеден төмен ұстап, толық жеріліп, арқаға қарай домалау. Алтыншы, қайта қалыпқа отыру. Алдыға домалауда болатын қателіктер: аяқтың ұшына қарай қолды жақын тіреу, арқаның соғылуына әкеледі. Аяқтармен итерудің жоқтығы, жиналудың жетіспеуі, жүрелеп отыру кезінде арттан қолдармен тірелу. Бүгінгі тақырып бойынша тапсырма. Бейнетаспа арқылы тапсырма орындалады. Үй жағдайында қосымша орындалатын жаттығулар. Бұл жаттығуды орындағанда қауіпсіздік ережесін қатаң ұстану керек. Үй жағдайында оқушыларға орындауға болмайды. Бағалау түрлері. Оқушыларды WhatsApp желісі арқылы жарайсың, керемет, тамаша деген мадақтау сөздермен бағалаймын. Үйге тапсырма. Таңертеңгі жаттығуларды орындау, акробатикалық жаттығулардың элементтері және тарихымен төмендегі сілтеме арқылы білімдерін толықтыру. Мұғалім рефлексиясы. Нәтижесінде оқушылардың көпшілігі сабаққа қатыса алды. Не кедергі болды? Ата-аналар тарапынан кейбір оқушыларға қадағалау болмады. Интернет желісінің нашар ұстауы. Болашақта жаттығу ережесін түрлендіріп өткізуді, жеке жұмыстарды ұйымдастыра отырып,
жаңа әдіс-тәсілдерді көбірек қолданамын. Қорытынды: ең жақсы өткен екі нәрсе оқыту мен оқытуға қатысты. Қашықтықтан оқу барысында жаттығу жақсы жасалды. Оқушылардың белсенділігі жоғары болды. Қандай екі нәрсе немесе тапсырма сабақтан одан да жақсы өтуіне ықпалын тигізер еді? Оқыту мен оқуға қатысты. Жаттығу ережесін толықтай білуі, белсенділігінің артуы. Осы сабақтың барысында барлық сынып немесе жекеленген оқушылар жөнінде келесі сабағыма қажет болуы мүмкін қандай ақпарат білдім? Сабаққа белсенділігі төмен кейбір оқушыларға жеке ескертемін. Көшбасшы болатын оқушыларға бағыт беремін.